Тағы да бір аятта афамин хазал хадис таажабу. Қанша сендерге сөз айтса да ұқпайсыңдар деген мағына ғой. Сендерге қаншама сөз айтпасын, сөз айтып жатыр, сонда да ғажаптанбайсыңдар дейді Аллах Тағала. Қанша сендерге мынаны істесеңдер жәннатқа кіресіңдер деп айтып жатыр, бірақ сонда да ғажаптанбайсыңдар ма? Сонда да ұқпайсыңдар ма деп айтып жатыр Аллах Тағала адамзатқа, бүкіл адамзатқа. Алланың елшісіне түсіру арқылы аятты. Қаншама хадистер айтып жатыр, қаншама нәрселер айтып жатыр. Сол жаққа барып келдің ба не деп айтып жатсың? Сонда да ғажаптанбайсың ба? Бүйтіп жатыр. Уатадхакуна. Күлесіңдер дейді. Күлесіңдер дейді. Уатадхакуна. Уала табакуна. Нағып жыламайсыңдар. Күлесіңдер, неге жыламайсыңдар сендер? Алла айтып жатыр. Қаншама хадистерді алып келіп жатыр, қаншама аяттарды алып келіп жатыр. Бір ғажаптанбайсыңдар. Қой, ақыретмен жас болса 40-қа келіп қалды ғой. Уаман жауаза арбаина деп келеді. Кімнің жасы 40-тан асып кетсе, жақсылықтарынан гөрі жамандықтары басым түсіп кетіп, жақсылықтар күте қандай болып қалса, тозаққа дайындала берсін. Ал сонда да ғажаптанбайсыңдар ма? Я Алла деп отыр Аллах Тағала. Сонда да күлесіңдер еще. Күлесіңдер. Бірақ не? Уала табакуна. Жыламайсыңдар дейді. Күлесіңдер, жыламайсыңдар.